біздің студиямызға келген қонағымызда спорт әлемінен алыс емес. Ендеше таныс болыңыздар, кәсіпқой боксшы Нұрсұлтан Жаңабаев пен оның бапкері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушысы Сағатбек Мұсаханов біздің студияда. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Бүгін өздеріңізді көріп отқанымызға қуаныштымыз. Бүгін енді спорт тақырыбы осы бокспен жалғасайын деп отыр. Жақында бір ерекше бір бойға дайындалып жатыр екенсіздер, рингке дайындалып. Қарсылас белгілі болды ғой. Кіммен шығасың, Нұрсұлтан? Иә, қарсылас белгілі болды. Қарсыласым сол жекпе-жегім Австралия елінде болғандықтан, өзім чемпиондық белбеуімді қорғайтын болғандықтан, сол Австралияның азаматы қарсыласым. Құдай қаласа сол елде өзімнің Қазақстанның туын желбіретіп, өзім белбеуімді қорғап, тамаша өнер көрсетіп қайтамыз. Бәрекелді. Айдын, мен жаңа сен Нұрсұлтанға бірден басталғанға тамаша жаңалықпен бастайықшы дегенде, мен ойлап отырған ғой. Нұрсұлтан жақында әке атанды ғой. Иә, рас. Құтты болсын, бауы берік болсын. Содан бастап кеткен деп ойлағам сені. Енді бірден қарсыласын біліп алайық, одан кейін өмірді тоқталауын деген ой болған ғой менде. Ал енді аға қош келдіңіз. Енді Нұрсұлтанның бапкері деп таныстырып жатырмыз. Дайындығы қалай? Көңілден шығып жатыр ма? Енді дайындық жаңағы 3 этаптан тұрады. Біз бірінші этаптың бітіріп, екінші этаптың жартысына келдік. Енді жаңағы спарринг дейді, сол сессиямыз басталады. Спаррингтен кейін 3 август күні Сиднейға жол тартамыз. Жол тартасыздар. Жалпы дайындық жақсы ғой? Жақсы. Керемет. Мынау енді WBA-ның алтын ондығының тізіміне кірген екенсіз, Нұрсұлтан, солай ғой? Мықтылардың қатарына қосылудың артында бір қаншама еңбек жатқандығы белгілі, ол түсінікті жайт. Бұл тізімге ену үшін кәсіпқой бокста қандай талаптар қойылады негізі? Дәл осы дәреже бойынша, яғни WBA-ның. Кәсіпқой бокста ең үлкен талап ол еңбек. Біз азаннан кешке дейін ағайымыз екеуміз залдан шықпаймыз. Азанда таңғы жүгіруіміз бар, таңғы 5:30-да, сосын сағат 10-да қайтып жаттығу залына келеміз. Одан түсте шығып үйге барып, кішкене бір демалып, содан кешке қайтып сағат 6-да жаттығуға кеп, одан түн болғанша жаттығу жасаймыз. Үлкен еңбек. Ал осы WBA тұжырымдамасы бойынша өнер көрсететін спортшылардың барлығымен өзің танысың ғой, бәрі болмаса да енді білесің қарсыластарыңды, иә? Жан-жақтан. Осы тактикасы деген сияқты, олардың дайындығымен бір хабардарсың ба? Дайындық, мен ағайым, Сағатбек Мұсаханов ағайым өте тәжірибелі бапкер. Мен тек ағайымды тыңдап, ағайым айтқанын жасаймын. Қалған ол әр жаттықтырушы, әр спортшы, мен салмам өзінде 2000-ға жуық спортшы бар. Оның әрқайсысын оны біліп, оны... Бірақ дегенмен де қарсыласыңды шығатын қарсыласыңды алдын ала тактикасын зерттейтін шығарсыздар аға, иә? Иә, зерттейміз. Қаншалықты байланыста боласыздар қарсыластармен? Қарсыластарды енді олардың жаңағы бейне түсірілімдері бар. Алдына қарап аласыз. Ютубта соны қарап, соған қарап, сонан кейін кіммен ол кездесулер өткізді осы Нұрсұлтанға дейін. Соның бәрін қарап, соның өзіміз тактика қолданамыз сол кездесуде. Осы тактика деген нәрсе жалпы спорт әлемінде ол ойдан шығарылатын дүние ма, жоқ әлде бір жазылған заңдары бар ма өзінің? Енді бұлай енді айтқанда тактикой управляет техника дейді. Сол тактикалардың жазылған... Техникой управляет нервная система, а нервной системой управляет социум дейді. Енді социумымыз біздің өзіміздің өміріміз, қандай жағдайдамыз, қандай бізге жаңағы нелеріміз бар. Егер үйімізде постоянно проблема болып отса, ол сенің жұмысыңа үлкен әсер етеді ғой. Сол үшін соның барлық жағынан сол бәрі дұрыс болу керек. Енді тактика дейтініміз ол біздің жаңағы алдыға қойған жаңағы жарысымыздағы қандай тәсілдер қолданамыз, қандай жаңағы дайындықта соған келеміз. Көп психологиялық тұрғыда да барлық жағынан өзінің нелері бар. Ал Нұрсұлтанның тактикасы қандай аға? Нұрсұлтан енді бұл... Қашып жүр ма әлде қалай? Жоқ, бұл Нұрсұлтан енді барып әйтеуір жаңағы
барлық өзінің күш қуатын салып жеңіске тырысатын бала ғой. Тек қана атака. Алдыға қарай жүретін боксер, иә. Тамаша. Енді Нұрсұлтан 66 келі 678 грамм дейміз ғой. Енді жартылай орта салмақ дивизионда өнер көрсетесің. Енді бұл салмақта көтерілдің бе әлде түскен салмағың ба бұл? Бұл Жаңа қарсыласыңа байланысты ғой, осы? Қарсыласыма байланысты болғанда мен әуесқой бокста бокстасқанда Қанша келі болды? 75 килограммде бокстасатын. 75 килограммда бокстасатын. Сосын кәсіпқой боксқа Сағатбек ағайыма келген соң салмақ бірден түсті. Еңбектің арқасы, еңбек еткеннен кейін салмақ та түседі. Денеңде уже шымырланып, уже кәдімгі кәсіпқой боксшы болып шыңдалып келе жатырмын. Енді болашақта әлде сол 66-та мүмкіндік болып үлкен жекпе-жектер болып жатса 64 салмаққа да түсуге болады. Мүмкін. Тек қана белбеу болса болды бізге. Өзі дайынбыз. Салмақ мәселе емес дейсің ғой? Иә, салмақ мәселе емес. Керемет. Мынау студиямызға келген белбеулер жайында айтайықшы. Иә. Бұл белдіктердің қаншалықты өміріңізде мәні бар, қайсысы қайдан келді? Анау жасыл белдік енді ол WBC тұжырымы бойынша Қайсысы? Көктегі. Азия чемпиондығының белбеуі. Осыны жаңағы Арнольд Тиампай деген филиппиндық Мэнни Пакьяоның жаңағы спарринг партнері дейді ғой, сол жігітті ұтып осы белбеуді алды Нұрсұлтан. Мына екінші белбеу Қарадағы? WBA Intercontinental дейді. Бұл енді жаңағы бір саты әлем біріншілігіне жолдама беретін белдік бұл. Бұл сонда Бұл белдіктер жаңағы ауыспалы белбеулер ма, жоқ әлде өзіңізде қалатын ба? Бұл енді белбеу енді қалады ғой. Бірақ екеуі де, иә? Иә, бұл енді өзінде қалады, бұл енді өйткені бұл чемпион болды ғой. Бірақ енді ертең бұл әлем чемпионы болып жатса, бұл белдіктер вакантный болып қалады. Сол кезде басқа спортшылар сарапқа салып бұл белдіктерді жаңағы, бірақ мынау осы белдік, бұл енді Нұрсұлтан өзінде қалады. Енді Сағатбек аға, тағы сұрағымыз келіп отқаны, осы Елордада 6 шілде күні ерекше бір осы турнир болады екен. Сол жерде өзіңіз шәкірттеріңіз өнер көрсетеді екен, иә? Жанқош Тұраров бар екен. Сол дайындық жайлы айта кетсеңіз. Енді Жанқош Тұраров 2017 жылдан бері қарай жаңа кәсіпқой алаңға шыққан жоқ. Біраз бір себептермен. Енді осы бастады. Екеміз сол дайындықты бастап өткеннен кейін бір кездесу өткіздік Англияда, Кардиф қаласында. Сол жерде жаңағы африкалық жігітті ұтты. Енді міне 6 шілде күні осы біздің Нұрсұлтан қаламызда Барыс аренада үлкен жаңағы дода өтеді кәсіпқой бокстан. Сол жерде ең жаңағы main event дейді ғой, основной кездесуді Жанқош Тұраров өткізеді. Тамаша. Енді осы жаңағы айтып қалдыңыз ғой бір ауыз сөзіңізде, осы Жанқош Тұраров шыға алмай қалды деген сияқты. Бұл не үшін шыға алмай қалды, білуге бола ма? Енді өмірде әртүрлі нелер болады ғой. Жеке мәселе бойынша ма? Жоқ, оның жаңағы бұның қолы сынған. Жарақат алды. Иә, сол жарақатын емдеді. Соның бәрін семьялық жағдайда бар, бәрі. Қазір енді дайындығы қалай? Дайындығы өте жақсы. Өте жақсы. Иә, енді ертең өлшенеміз 5 шілде күні. Сол 6 күні жаңағы аргентиналық жігітпен кездесуге шығамыз. Енді барша боксер қауымын осы 6 шілде күні Барыс аренаға шақырамыз. Келіңіздер, жанкүйер болыңыздар. Иә? Енді мына алда біздің Нұрсұлтан қаласының туған күні келе жатыр, иә? 6 шілде, соған байланысты өздеріңіздің құттықтау тілектеріңіз болса, мархабат. Енді Астанамыз Нұрсұлтан қаласының жаңағы тойы, халқымызды құттықтаймын. Елбасымыз осы қалаға, осы елімізге үлкен еңбектері бар. Ол кісінің де туған күні келе жатыр. Ол кісінің де атап айтқым келеді. Құттықтаймын. Нұрсұлтан? Мен де елордамыз Астана қаласын құттықтаймын. Және де осы елімізге деген жаңағы Астанамызға деген кішігірім өзім бір патриоттық өлеңім бар, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Бәрекелді. Мен қазақпын, жүрек толы асқаған. Отанымды қорғап өтем басқадан.
Қол жеткіздік жарлардай жүрегім бостандыққа ата бабам аңсаған. Нұрлы елім нұрға айналып барады. Жолменен нұр ағамыз бастаған. 20 жылда әлем көзін тікті ғой, көкке төбе тірегенде Нұрсұлтан. Мен қазақпын. Мен қазақпын. Өте кеңмін, даламын. Намысымын, бұзығымын даламның. Берер жерде берем қолда, барымды алар жерде аларымды аламын. Түсінбеймін бөлінетін қазақты. Қазағым деп айқайға да саламын. Құдіретіңнен айналайын туған жер. Мен қазақпын, қазақ болып қаламын. Бәрекелді. Жалпы біздің таңғы хабар бағдарламасының студиясында өлең оқыған алғашқы тұңғыш боксшысы Нұрсұлтан. Рахмет үлкен, бәрекелді. Тек қана спортты емес, мінекей сөздің айын тамызып, өлеңменен керемет шумақтарын Нұрсұлтан қаласына арнап отырған Нұрсұлтан саған мың алғыс. Аға сағатаға да алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Енді алдағы осы сіздердің жаңағы додаларыңызда жекпе-жектеріңізде жеңіс тілейміз. Ол кезде енді жеңіске жетіп жатса, біз міндетті түрде сіздерді қонаққа шақырамыз. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын, тек жеңістен көрейік. Рахмет. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге және біздің көрермендеріміздің құрметіне әдемі ән